Балақай ертегісі ұсынады. Алдар көсе мен бай. Ертеде бір бай өмір сүріпті. Оның малы көп, бірақ сараң екен. Кедей кепшікке бір тиын да бермепті. Бір күні алдар көсе сол байдың үйіне келіп, «Ассалаумағалейкум, байеке, сіз туралы көп естіп жүрміз. Көптен бері сізді көргім келіп еді», дейді. Бай ішінен «Бұл неге келді екен?» деп ойлап қабағын түйіп, «Жарайды, айт шаруаңды», дейді. «Байеке, менде бір ерекше тон бар. Оны киген адам тоңбайды, ыстықтамайды, көлеңкеде де аязада бірдей жүреді», дейді алдар көсе. Бай таң қалып, «Қой, ондай тон бола ма екен? Маған көрсет», дейді. «Бірақ бұл тонды тек сенімді адамға ғана беремін, себебі бағасы қымбат, өзі де қасиетті», дейді алдар. Байдың қызығушылығы артып, «Жарайды, не сұрайсың?» дейді. «2 түйе, 1 сиыр, 10 қой берсеңіз, тон сіздікі», дейді алдар. Бай ойланбастан келісіп, малын беріп жібереді. Ал алдар көсе дорбасынан өзінің ескі жыртық тонын алып шығып, «Міне тон», дейді. Бай ашуланып, «Бұл қайдағы жыртық тон?» дейді. Сонда алдар көсе күліп, «Міне кереметі де осында. Бұл тонды киген адам аштықтан қорықпайды, себебі малын алып қойды. Ал сіз енді бай емессіз, тоңсаңыз да өзіңіз білесіз», деп кете барады. Ертегі ұнаса арнаға жазылып пікір қалдырыңдар. Келесі ертегілерде кездескенше балақайлар.